Алдыңғы күні бір айттық қой, біздің қазақтың еркектері паркке апармайды деп, паркке баратындардың есі ауысқан деп. Енді бір есі ауысқан білмеймін, ауыспаған білмеймін, бір сол посттың астындағы комментарийлерді оқысаң, бір ішінде 50-де біреу бар екен паркке баратын. Есің дұрыс емес болса, өзіңдікі дұрыс емес, біз барамыз деп отыр ғой. Дұрыс, енді баратындар да бар ғой. Біз де барғанбыз паркке. Бірақ үйленердің алдында бардық. Бірталай келіншектер үйленердің алдында паркке барды, гүл алды. Сонда жаңағы күйеуің болашақ сен паркке әшейін рахаттанып емес алдап апарып жүр екен ғой, мынаны қайтсем сындырып алам деп. Далбасалап әшейін апарып бізді гүлді беріп әшейін үйленіп алғанша деп жүр екен ғой. Оған алданып қаппыз ғой біз. Кейін үйленіп алғаннан кейін паркте қалады. Балашаға ойбай елден көштен қалмасын деп паркке апарам жүр десең жүрмейді. Сен сол жерде апарып тастайды, кететін кездерінде айтыңдар, сол кезде алып кетем дейді ғой. Әй, жүрсейші бізбен бірге. Ой, қойшы мәшинесіне отыра берем, бар қыдырып келіңдер дейді. Қойды жайып жергенде өзің кетесің. Ойбой, қырғын соғыс болып қайтатын болдық деп звондайсың, алып кетеді. Амалың жоғынан кейде бізбен бірге жүрсе, не алдыңда жүреді, не артыңда жүреді. Аяғында ажыраса арман болып қайтасың. Ертең тура заявление жазатындай болып ұрсып қайтасың. Ой, тыныштық керек. Паргіне рахмет. Одан да бізге гүлден гөрі соғым болса. Біздің қазақтың еркектерінің махаббаты бар ғой, мойындатсаң кеш келеді. Кейін бір 10-15 жылдан кейін шақырады паркке жүр деп. Өгесе уже сенің желанияң жоқ. Қой, керек емес, бармай қоямыз дейсің. Гүл әкеледі. Өгесе де жынданасың, я жындымысың, ақшаны құртып, не гүл алдың деп бәле қыламыз. Одан да ақшасын бере салмадың ба маған деп. Ара-тұра шай ішіп отырып, енді 10 жылдық, 15 жылдық отбасылық өмірлік тәжірибеміз бар ғой, мына жас келіндердің құлағына бірдеңе босын деп, әлі қалжыңмен араласып, астарын қалдырып кететін бірдеңелер айтам да, я. Кішкене болсын, бері қарай қайтсын, мәселесі осы жеңіл қарасын деп. Одан мен бір керемет ақылдымын, мен осының бәрін жайға батырмын деген сөз емес. Менде де жетеді. Ой, ұрыс естіп қалатын күнім де жетеді. Бірдеңені былықтыратын да жетеді. Оның бәрін жетіп жатыр. Бірақ енді жас келіндерге айтайын дегенім ше, 15 жылдан кейін уже ұрысуға желанияң да болмайды. Вот, ерінесің. Күйеуің де ерінеді, бірақ айтпасқа амал болмайды, оның да бірдеңелерді айтады ғой енді, күйіп баратқан мәселені. Арасында өкпелетіп алмадың ба деп проверка связь жасақ қояды я. Пеш жанып тұрмай, что-то жылыма деп қойып арқай ұрсады. Сен де оның ұрысын еліп тұрған жоқсың. Ұрысып, осы ұрысып атса, басың жуып ал, кешке той деп қоясың. Не деп тұрсың сен дейтін, ол да жоқ. Жуам қазір деп арғай ұрсады. Сөйтіп арасында қайтадан сұрақ қойды, күн суық па екен? Ана мәселені айтпаса тағы болмай тұр. Ұрысып қалсаң тағы болмай тұр да. Ана қойды иіріп әкеп, жайып жіберіп, иіріп әкеп жатыр ғой, обай қыздарды. Көрдің бе? Міне. Сонымен ұрысуға да желаниең болмайды кейінірек. Жай отыра бересің ойланып.